Қазақ халқының ерте заманнан дәнді және сүт өнімдерінен ұлттық тағамдарды жасауда келі тию, күбі пісу, диірмен тарту сияқты тұрмыстық дәстүрді қолдана білген. Байқауда балаларға осы әрекеттерді таныстыру арқылы ата-аналарымен бірлесіп ұлттық тағам түрлерінің дайындау жолдарын жасады және аспаздық кәсіпке қызығушылығын көрсете білді. Нанды баспаймын, жеймін тамақ барлығын, құс иттерге беремін, түсіп қалса қалдығын. Дәмдісін ай! Өте пайдалы тағам, мықты боламын десем, күш қуатым көбейеді, егер нанды мен жесем. Бұл менің тоғастарым, беті қандай әдемі болып шықты. Бұны ана екеуміз істедік. Мынау қонжық, аю. Қазақтың ұлттық тағамы. Бірақ бұл сүттен жасалады. Алдымен бірінші айранда қайнатып аламыз. Қайнадан кейін сүземіз. Сосын кішкентай қуып домалақ қуамыз, кептіреміз. Бірінші талқанын саламыз. Енді тал салам. Қаймақ құям. Ұлттық тағам десерті. Қалғандары қосылған десерт. Бетінде жеміс жейді. Банан, киви, сосын шоколад, сосын мынау құтасы. Мама екеуміз пісірген тоғаш. Мынау дәл. Ура, бір таптаған. Қазақтың дастарханы ұлттық тағамға бай. Біздің дастарханымызда тары, талқан, сосын қаймақ, бауырсақ, құрт, ірімшік, шармай бар. Тағамдарды ағаш ыдысқа салдық.